осы 2 аралықта Димаш үйленеді. 31 жаста жаңағы егіздер белгісі және ит жылы тәртіп кодында қиялшылдықтар. Көптің көкейіндегі сұрақ, Димаш Құдайберген қашан үйленеді деген. Стандарт мен бойынша қазір үйлендірейік Димашты. Міне мына жерде қарадым мен қазір. Димаш 24 жасында үйлену керек болған екен. 24 жасында мына жерде үлкен бір махаббат тұр. Қазір енді 31 жаста 2027 жыл тағдырын өзгертетін жыл деп тұр. 2028-ге өтер осы 2 аралықта Димаш үйленеді. Сіздің бұл нумерологиялық сандарым бойынша сандар сөйлеп тұр. Өте жақсы кезең. Жоқ, жақсыны айтқан дұрыс қой, жақсыға жорыған дұрыс. Кез келген нәрсені. Бұйырса 2027 жылы қазақ халқында үлкен той дейсіз. Той болатын сияқты.